сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Германияда Қазақстан азаматы жоғалып кетті. Германияда 2024 жылдың 4 маусымда жоғалып кеткен Қазақстан азаматы Айгүл Сайлыбаевты іздеу жарияланды. Айгүл Сайлыбаева 35 Танбергстив Беншейм мекен жайындағы үйінен кеткен. Содан бері одан хабар-ошар жоқ. Сайлыбаеваның телефоны өшірілген, ал хабарламалар жетпеді. Ол соңғы рет 2024 жылдың 3 маусымында Берлин уақытымен сағат 10:35-те хабарласқан. Инстаграмдағы жарияланымда Айгүлдің күйеуі Александр Данцик пен қайненесі тарапынан зорлық-зомбылық ұшырауы мүмкін екені айтылады. Ол бұл мәселені достарына бірнеше рет айтқан. Сайлыбаеваның 3 жасар неміс азаматы Жаклин атты кішкентай қызы бар. Туыстары Айгүлдің ешбір жағдайда қызын тастап кетпеседі дейді. Айгүлдің туған туыстары Қазақстанның Германиядағы консулындағы жүгінген. Қазір ұшып келіп іздеуге көмектесу үшін виза алуға тырысуда. Неміс полициясы адамның жоғалуына байланысты іс қозғады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсы ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.